Қайырлы күн баршаңызға. Менің арнама қош келдіңіз. Арнаға жазылып лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Көп рахмет. Нұрдың Смағұл пайғамбарға көшуі. Смағұл ер жеткен соң Ғамара атты қызға үйленді. Бірде Ыбырайым пайғамбар келінін сынау үшін ұлының үйіне диуананың киімін киіп қонаққа келді. Келіні қонақты көріп қабақ шытады. Оған суып қалған шай береді. Дастарханы, ыдыс-аяғы кір екен. Отыратын көрпені де ауыстырып салмайды. Шай үстінде Ыбырайым: «Қызым, тұрмысың қалай?» деп сұрады. Атасын танымаған келіні отбасындағы ұсақ-түйек ұрыстарды айта бастады. Ерінің айыбын ашып, оны жамандады. Ыбырайым кетіп бара жатып: «Еріңе сәлем айт, үйінің есігін ауыстырсын» деді. Әкесінің сәлемін естігенде Смағұл: «Әкемнің көңілінен шықпаған екенсің» деп отыра кетеді. Смағұл бағын екінші рет сынамақ боп Халла атты қызға үйленеді. Ыбырайым келінін сынау үшін тағы да диуана кепінде қонаққа келеді. Халла құманға жылы су құйып, зыр жүгіріп қызмет қылады. Алдына барын тосады. Астына қалың көрпе төсейді. Жүгі жинаулы, ыдыс-аяғы мұнтаздай таза. Келіннің де қабағы ашық, көңілі жарқын екен. Шай үстінде пайғамбар: «Тұрмысың қалай, қызым?» деді. Келіні: «Шүкір ата, жақсымыз» деп ерінің жақсысын асырып, жаманын жасыруға тырысты. Оның иба-ізетіне сүйсінген атасы: «Еріңе айт, үйіңнің есігін жақсы сақтасын» деп сәлем айтты. Бұл сәлемді естігенде Смағұл қуанып: «Әкемнің көңілінен шығыпсың. Атаңа жаққаның, Аллаға да жаққаның. Енді Құдай қаласа Мұхамбет пайғамбардың нұры сенің жатырыңдағы нәрестеге нәсіп болады» деп риза болды. Халла Қайдар есімді ұл туады. Ол ұл өте парасатты, ақылды, кеудесі хикметке толы нағыз батыр болды. Нұр оның білегінде сәуле шашып тұрады екен. Оған қызыққан жын-перінің қыздары естерінен танып ғашық болатын. Ол аңға шыққанда ұшқан құс, жүгірген аң алдына келіп өздері құлайтында: «Әй Қайдар, сенің бойыңда асыл нұр бар. Саған тек қана адал ас жеу керек. Біз сенің қорегің болсақ, арманымыз болмас еді» деп өздерін құрбандыққа шалатын. Смағұл киелі дәстүр бойынша нұрды баласына аманаттап дүниеден өтеді. Қайдар да ер жеткен соң өзіне жұп болатын әдепті қалыңдық іздейді. Ол бастапқыда өзімен рулас тайпаның бір қызына үйленеді. Алайда нұр ұрпағына ауыспай білегінде жарқырап жүре береді. Оның сырын ұқпай Қайдар дал болады. Көңілін күмән торлады. Бір күні Меккеге құрбандық шалу үшін сапарға аттанды. Сол сапарда рухани түс көреді. Түсінде Жебірейіл періште келіп: «Әй Қайдар, сен нұрдың кейінгі ұрпаққа көшуіне кедергі келтіріп тұрсың. Себебі қалыңдықты өз жұртыңнан алдың. Егер олай ететін болсаң, хақтың ілімі сенің жұртыңда ғана шектеліп қалмақ. Ұлық Алла күллі адам ұрпағына рахмет қылатын ең мақтаулы пайғамбарын жібермекші. Енді сен ескі тәртіпті бұзасың. Сол үшін де қалыңдықты алыстан, бөтен жұрттан айттырып алуға міндеттісің. Алланың қалауы солай. Сонда ғана Мұхамбеттің нұры күллі жаһанды шарпиды» деді. Осыдан соң Қайдардың көңілін торлаған барлық күдік пен күмән сейіліп сала берді. Ол енді бұрын қыз алысып, қыз беріспеген алыс жұрттан қалыңдық айттырады. Ағайын, ел, туысы оның бұл қылығын түсінбей өсектеді. Кейбір надандары Қайдарды қара басты, бөтен жұрттан қыз алды, дәстүрді тәрк етті, қанды бұзды деп әңгіме таратты. Бірақ Қайдар қайсарланып алған бетінен қайтпады. Ол араптың жүркем тайпасының бір әдепті қызымен көңіл қосып шаңырақ көтерді. Бұл некеден Құрайыш тайпасы тарады. Осы сәттен бастап күрмеліп тұрған түйін шешіліп сала берді. Бұдан соң нұр тоқтаусыз көшіп отырды. Жалғасы бар. Көп рахмет. Оқыған Перизат Әділқызы, Сияр Шәріп кітабынан. Арнаға жазылып лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Рахмет.